Адамдардың арасында Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Екі жүзділіктің белгісі үшеу: уәдеде тұрмау, өтірік айту, аманатқа қиянат жасау. Қайыр садақа беруді ең әуелі өзіңнен баста, артылғаны болса отбасыңды жарылға, тағы бірдеңең артылып қалса ағайын туыстарыңа бер, одан да артылып жатса басқаларға бер. Шақырған жерге ғана бар. Өсекшілік дегеніміз адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен бірінің сөзін екіншіге жеткізуге құмарлық. Көп күлме, көп күлсең шын сөздің де қадірі кетеді. Кеуде керіп қыр көрсетуден сақтан, Алла тәкаппарларды жек көреді. Егер біреу сені ғайбаттаса, немесе жоқ айыптарды тағып қорласа, сен сонда да оның бар айыбын бетіне басып кінәлама. Сонда күнәсі оған, сауабы саған тиеді. Алла алдындағы ең жақсы сөз шын сөз. Өзіңе ұнаған нәрселерді басқаларға да лайықты деп біл. Досыңды соншалықты құлай сүйме, күндердің күнде дұшпаның болып шығуы мүмкін. Дұшпаныңмен өте қатты жауласпа, күндердің күнде досыңа айналуы мүмкін. Кісінің аманатынан уақытында құтыл. Еңбегіңе қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама. Егер бір күні құпия жасалса, иесіне ғана тиеді. Әшкере жасалса, бәріне тиеді. Сауабы тиетін іс істегенде қуан, күнә жасаған кезде ренжі, сонда ғана шын мұсылмансың. Кімде-кім өзінен байырақ немесе ақылдырақ адамды көріп қалса, дереу өзінен кедейірек әрі ақылсыздау адамның бар екенін есіне алсын. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп кетіңіз.